Баршаңызға сәлем. Бүгін кішкентай оқушы қызымның дайындаған тағамын қабыл алыңыздар. Күрішпен бірге подлив қосып дайындапты. Өте керемет дәмді болып шығыпты. Қызыма рахмет айтып, қуана-қуана жеп алдық. Дәмділігінде сөз жоқ. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаған болса, қызыма қолдау көрсетіп кетіңіздер, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, және де каналға тіркеліп алсаңыздар болады. Күнде қарапайым үй жағдайындағы керемет дәмді тағамдар салынып жатыр. Бұл тағамда алдымен күрішті қажетті мөлшерде алып, 3-4 мәрте жуып, тазалап алып қойып қояды бөлек. Енді подливін дайындайды. Подливіне осындай майлы етті алыпты. Майлы етпен дайындасаңыздар, тағамдарыңыз өте керемет дәмді болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, еттің майлы жерлерін алып, майдалап турап жатыр. (200-300 грамм көлемінде етті осылай майдалап турап дайындап аламыз. Дайындап алған етімізді де жуып, қуырмастан бұрын жуып дайындап алады. Міне дайын болды. Бөлек ыдысқа салып қойып қоямыз. Енді келесі холодильникте жаз уақытысында дайындап, қатырып қойған болгар бұрышы және де помидор бар. Соны қосыпты. Міне болгар бұрышын бөлек, помидорын бөлек алыпты. Болгар бұрышын осылай майдалап турап шықты. Жаз уақытысында осылай көп етіп дайындап қатырып алсаңыздар, қыстың уақытысында барлық тағамға қосып дайындап жасай бересіздер. Тағамдарыңыз өте керемет дәмді, ерекше болып шығады. Міне барлығын осылай ұзынша етіп турап шықты. Енді қатырылған помидорымызды да алып, оны да дайындап қоямыз ыдысымызға салып. Тапаны отқа қойып, аздаған су құямыз. Судың үстіне сары май саламыз аздап. Сары майды ерітіп аламыз. Енді үстіне жуып, тазалап алған күрішімізді саламыз. Күрішімізді аздап осылай араластыра отырып қуырып аламыз. Үстіне күріш батып тұратындай су құямыз. Қақпағын жауып, судың тартылғанын күтеміз. Су тартылды. Үстіне су аз болып қалса, тағы да су құямыз. Күріш батып тұру қажет. Қақпағын жауып, бұқтырып аламыз. Енді келесі тапаны отқа қойып, майымызды отқа ерітіп аламыз осылай. Енді еріп қызып тұрған майдың үстіне жуып тазалап алған етті салып қуырамыз. Күрішіміздің суы тартылды. Енді астын отын пәсейтіп жай қойып қоямыз да, бұқтырып аламыз. 15-20 минут күріштің піскенін күтеміз. Етімізді қызартып қуырамыз. Енді үстіне дайындап алған болгар бұрышын, помидорды да салып, араластырып 5-10 минуттай қуырып аламыз. Үстіне су құямыз. Тұз саламыз дәміне қарай. Қақпағын жауып, бұны да жарты сағаттай пісіріп алатын боламыз. Міне күрішіміз пісіп дайын болды.
Енді дайын болған күрішті осылай пиалаға салып, кесеге саламыз да тарелкаға төңкереміз. Қасықпен үстінен басып формаға келтіреміз. Енді дайындап алған тарелкамызға осылай пиаланы аударып салып аламыз. Міне күріш әдемі болып салынды. Енді осының жанына, күріштің жанына дайын болған подливті құямыз. Міне менің кішкентай қызым осындай керемет дәмді ерекше тағам дайындапты. Қызыма қолдау көрсетіп кетіңіздер.